Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айсұлу, менің арнама қош келдіңіздер. Осындай бір шайда жоқ болатын, тез, жылдам дайын болатын, әрі өте дәмді болып шығатын пирогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей міндетті түрде соңына дейін қарап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ал ендеше жасауға кірісеміз. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып миксерлейміз. Оның үстіне біртіндеп отырып, қантты сала отырып, осылай аппақ болып көтерілгенше миксерлеп аламыз, жақсылап тұрып. Жұмыртқамыз бен қантымыз осындай аппақ болып көтерілгенше жақсылап 2-3 минуттай шамасында миксерлеп алатын боламыз. Бұлай миксерлеп алу маңызды, өйткені пирогымыздың көтерілуі тікелей осы миксерлегенімізге байланысты болады. Одан кейін сүтімізді, үстіне сұйық майымызды құйып, күрекшенің көмегімен араластыратын боламыз. Одан кейінгі кезекте ұнымызды, мына жерде разрыхитель және ванилин екеуін қосып, астынан үстіне қарай араластырып аламыз осылай. Пирогымыздың қоюлығы осындай массада болуы қажет. Алдын ала 160 градус пеште қыздырып алып, 30 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Менде мына жақта форманың диаметрі 22. Енді пешімізге салып пісіріп алатын боламыз. Міне пирогымыз пісіп шықты, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, жасап көріп жатсаңыздар, видеоның астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.